Бәріне сәлем достар, бүгін мен сендерге жаңа тапсырыс берген CC кремімді көрсетемін. Егер сендер осы кремді тапсырыс беруге ойланып жүрсеңдер, осы видеоны қараңдар міндетті түрде, мен сендерге айтып беремін. Сендер мен жасаған қателікті жасамау үшін. Ең алдымен былай қараған кезде тональный кремнің сырты өте әдемі, өте күшті көрінеді, ыңғайлы, ұстауға ыңғайлы және ашуға ыңғайлы. Бұны ашқан кезде міне бір айналдырған жетеді, сразу крышкасы ашылады. Сосын менің бір байқағаным, бұның ішінде сары суы бар сияқты. Сондықтан мен бұны қолданар алдында осылайша шайқаймын. Жақсылап шайқаймын, мен білмеймін неге екенін, бірақ мына тюбиктің ішінде екі тональный крем және сары су екеуі бірге бөлініп қалатын сияқты. Сондықтан мен бұларды өстіп араластырып аламын, сосын бірақ қолыма жағамын. Енді қарап отырсаңдар, тональный крем өте қалың, яғни сондай су сияқты емес, өте плотный дейді ғой. Мен оны мына тональный кремге арналған кисточкаммен жағамын. Ең алдымен мен бетіме әрине кремді жағып алдым. Енді қараңдар, бұл қалай кетеді. Видите? Сондай өте қызық консистенция. Және мен өзіме естественный бежевый түсін алдым. Және ол менің ойымша сұр сияқты, сұр көрінеді. Немесе сондай орыс кісілерге, сондай беттері ақ кісілерге жақсы жарасатын шығар, бірақ мен қара қыз болғандықтан маған көбіне сары подтон керек, ал бұл жерде сұр подтон, сондықтан маған ұнаған жоқ қосындысы. Каталогта оған екі ақ түс тұр, яғни светлый және естественный. Естественный сұр подтон бар, сондықтан соны байқаңдар. Ал видите, сұр болып кетті, мына жері менде сары болып тұр. Ол дұрыс емес менің ойымша. Жатқан кезде бұл тональный кремді негізі мен бір ай бойына қолданып көрдім. Негізі күні бойына өте күшті ылғалдандырады бет терісін. Себебі мен кешке келіп бетімді жуған кезде бетім күні бойы ылғалдандырып тұрғаны сезіледі. Сонысы ұнады маған. Және бұдан кейін безеулер де шықпайды, себебі кожам менің бет терісі күні бойына ылғалды болып тұрғандықтан оған ешқандай безеу шықпайды. Міне қолымда былай езіп алмасам, сосын бетімде дақ қалып қалатын сияқты, сондықтан аз-аздан ақырындап өте жұқа қабат қылып бетіме жағамын. Міне. Беттегі барлық шрамдарды әрине кетірмейді ол, алайда бәрін кішкене тегістеп жарықтандырады. Көріп отырғандарда менің денем, міне бетім тональный креммен. Тональный крем бетке сондай сұр подтон беріп жүреді, ол дұрыс емес. Сол менің қателігім болды, естественный түс бергенім. Светлый түс беру керек еді. Светлый түсте сары подтон бар. Ал естественный түсте серый подтон бар, және дұрыс емес сияқты. Бетті жақсы ылғалдандырып қойсаңдар, яғни кремдеріңді жақсандар, мен мына кремді қолданамын. Optimal Radiance. Осы кремді жағам, сосын бір 10-15 минуттан кейін осы кремді жаға бастасам, тональный кремді әдемі көрінеді. То есть жақсы жатады. Көріп тұрғандарындай, бетке жарық береді. Барлық прыщик қызарғандарды кетірмейді, бірақ біраз тегістеп шығады. Және әрине мына сұр подтоны тоже
оттенок береді. Маған онысы ұнамайды. Бірақ күні бойына беттерісі осылай әдемі болады. Но менің байқағаным, қазір міне түстен кейін, мысалға мен таңертең жағып шықсам, түстен кейін уже тональный кремнің мына сұрпат тоны көрінбей қалады. Беттің түсімен бірдей болып кетеді, әрекеттесіп кетеді. Және жарықтандырады, және ылғалдандырады. Бұдан кейін безеу пайда болмайды. Міне. Сондықтан достар, егер сендерде азиатская внешность, яғни сендер біраз қара, сондай прыщиктарың бар қыздар болсаңдар, онда сендерге светлый беру керек. Ал егер сендер әппақ қыз, сондай біраз орыстарға ұқсайтын цветотип болса, онда светлый, естественный, бежевый деп беріңдер. Міне медиум деп тұр. Медиум. Вот. Сонымен достар, видеом аяғына келді. Сендерге ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.